Шипалы сусын. Келдің бе? Келетіндеріңді біліп едім. Тұмар, мен саған ештеңе де істемеймін. Бірақ үш жұмбақ жасырайын. Сол жұмбақтың шешуін тапсаң, азатсың, таба алмасаң, екеуің де өлесіңдер, деді Дию күшілдеп. Ол не жұмбақ? Мынау не деп отыр? Енді амал бар ма? Басқа салғанын көрелік, деген оймен Тұмар онсыз келісті. Анау жерде, деп есік жақты нұсқады Дию. 11 құмыра тұр. Соның екеуін әкелесің. Ол 2 құмыра сүтке толы. Қалған құмыраларда сүт жоқ. Арасынан сол 2 құмыраны нақтапсаң, біреуінде гауһар көзді жүзік бар. Сол жүзік табылса, жұмбақтың келесісіне кірісеміз. Тұмар қаздай тізілген құмыралардың қасына келіп жақындады. Қырсыққанда құмыралар бір-бірінен аумайды. Бірақ барлығының ішінде лық толы сүт. Мына Дию не деп оттап кетті? 2 құмыра дегені қай деді? Барлық құмыра сүтке толы тұрған сияқты ғой, деп аң-таң қалды Тұмар. Ендігісін түсін алмай дал болып тұрғанда, құлағының түбінен бір шыбын ызың етіп ұшып келіп, адам тілінде тіл қатты. Мынау тұрған құмыралар бос көз бояушылық қана. Сол жақ шетінен қолыңдағы қарумен шетінен сындыр. Сынбайтын екеуі ғана болып шығады. Сонсон барып, оң жағындағы құмырадағы сүтті өзің алып іште, сол жағындағыны Диюға бер, деді. Жарайды, бұл жәндікте тегін нәрсе емес шығар. Бір көмегі болып қалар деген оймен Тұмар қолындағы қылышпен құмыралардың күл паршасын шығара бастады. Шынымен де алдыңғы қатардағылары бірінен соң бірі сатыр көтір сынғанымен қоймай, көз алдында ауаға сіңгендей ғайып бола бастады. Ең соңғы екеуі ғана қалды. Ол тағы да шыбынның айтқанын қылып, оң жағындағыны алып өзі ішіп, сол жағындағысын Диюға ұсынды. Дию ішкісі келмей қипақтап, азар да безер бола бастады. Тұмар бұның да тегін еместігін түсіне қойды. Маған өзіңнің қойған шартың бол. Сол шартты орындамау ерлікпен, деп Диюға сүтті ішкізіп тынды. Диюдың бет әлпеті жап-жасыл рең көз көріп, бастары бір-біріне соғылып, қалтырап, денесі түгел бір екемге келмей қалшылдай бастады. Сөйтсе, су деп ішкені, сүт деп ішкені у екен. Құмыраның түбінен гауһар көзі жүзік сырғып жерге түсті. Жарайды, деді біраздан соң Дию қырылдап. Бірінші жұмбақтың жеңімпазы өзің ақ бол. Мынадай боларын білсем, басындағы өлтіре салуым керек еді. Өкінбеңмен пайда жоқ. Амал не? Келесі жұмбағым мынау. Бұл жұмбақ не сені, не мені құртып тынады. Бұл жолы ол төр жақты нұсқады. Төрде 2 алмас қылыш тұр екен. Анау 2 қылыштың бірі менікі, екіншісі әкемдікі. Байқасаң, қылыштар да бір-біріне айнаға тез ұқсайды. Бірін алсаң сенің ажалың, екіншісін алсаң менің ажалым, ал қалғаны бағыңнан, деді. Тұмар енді төр жаққа қарай аяңдады. Сол кезде әлгі шыбын құлағына қарай тағы да таяу келді. Екеуін бірдей орнынан жұлып ал, содан соң барып алдыға қарай сермеп жібер. Бұл жолда шыбынның шын жарнасыр дос екенін түсінген Тұмар қос қылышты орнынан бірден суырып алды. Қос қылыш ілініп тұрған қабырға күстір-күтір сынып орнынан ғайып болды. Қабырғаның арғы жағында алтын тақтың үстінде ес-түссіз бір парчаның сұлбасы көрінді. Өзіне қарай ғайыптан қайдағы бір жебелер ұша жөнелді. Көзді ашып жұмғанша шыбынның серме деген оқыс дауысынан ол қолында тұрған қос қылышты алдыға қарай сермеп жіберді. Өзіне қарай бағытталған 4 жебе Диюдың 4 басын домалатып жерге түсірді. Дию: ей адам баласы, осы жерде тоқталық. Жанымды қалдыра көр, қалауыңды алда, жолыңнан қалма, деді жалынып. Жоқ, деді Тұмар. Ердің 2 сөйлеген өлгені. Ең соңғы жұмбағыңды жасыр. Сөзіңнен тайсаң, мен сенің көзіңді осы жерде құрта салам. Диюда да амал қалмады. Еріксіз ең соңғы жұмбағын айтты. Ал жарайды. Сенде өзіңнің ер екендігіңді көрсет. Маған қарай 3 қадам жақында. Сонда ғана мен шынымен сенің мен ойлаған ер жүрек батыр екендігіңді толықтай мойындаймын, деді қуланып. Бұл не сонда? 3 қадам жұмбақтың бір мәні бар ма?
Айтар болсаң дұрыстап айтсаңшы, айтпасаң үйманыңды үйіре бер деп тұмар ашуға мініп қолдағы қарумен диюға қарай тап берді. Бұл жолда Шыбын: тоқта, ол сенің ашуыңды сынап тұр, деді. Сен оның айтқанын істеп қазір оған 3 қадам жақын барсаң, сен оның мәңгілік тұтқынына айналасың. Сен керісінше 3 қадам кері шегін, сосын не болатынын көресің, деді. Тұмар 1 қадам артқа қарай шегініп беріп еді. Дию: бәсе, жүрек жұтқан бұл не қылған ерлік деп едім, қорықтың ба, деді намысына тиіп. Бірақ Тұмар керіге тағы да 2 қадам шегінді. Сол мезетте Дию отырған орын ортасынан қағайырылып, Дию да көзді ашып жұмғанша өкірген бойы 7 қабат жер астына түсіп жоқ болды. Талмаусырап жатқан түрелік патша ұйқысынан жаңа ғана оянған адамша жан-жағына қарап аң-таң болды. Маған не болған? Мен қайдамын өзі? Сендер кімсіңдер? деген сұрақтарды көбейіп, есеңгіреген қалпында Тұмарға аңырайып қарады. Мен жат елдікпін, хан ием. Мен жоқты іздеушімін. Менің сізге бір бұйым-тайым бар еді, деді Тұмар. Ол не бұйым-тай? Айта бер, құлағым сенде. Сіздің алтын тағыңыздың астында бір балауыз шам бар көрінеді. Оның қандай қасиетке, қандай сиқырға екендігін мен білмеймін. Естігенім бойынша сол балауыз күндіз бен түннің өз орнын реттейтін көрінеді. Соны берсеңіз, өз халқыңызды ұйқы сиқырынан азат етесіз. Және ол балауыз 40 күн сарайыңызда жанып тұру керек. Ол толықтай жанып болған күні сіз де сіздің халқыңыз да ұйқыдан мәңгілікке оянады деп естідім. Патша сөзге келместен балауыз шамды алып берді. Шамның қызды бір таңғалдырғаны, шынашақтай ғана кіп-кішкентай екен. 40 күнге мынаның жетуі кәдік-ау, анау бала бір білместік айтты ма екен деп те күдіктенді. Бұл жолда қыздың қасына Шыбын ұшып келді. Тыңда мені. Патшаға мынау балауыз шамды ең алғашқы 3 күн 3 түн әйнек алдына жағып қоюын өтін. Сосын өзің далаға шық, деп өзі ұшып кете берді. Патша Тұмардың бұл айтқанына да көнді. Бұл да далаға шықты. Дала жап-жарық, кәдімгі күндізгі шамаға қайта оралыпты. Құстар патшаның әсем бағын өздерінің ғажайып әуендеріне көміп тастағандай, шам шаһары ерекше ажарланып кеткендей. Енді байқаса, қасында Тұран тұр. Сен мұнда қашан, қалай жетіп қалғансың? деді оны көрген Тұмар. Айтайын онда тыңда, деді Тұран. Жалғасы бар.